өнерің ешкімге қажет емес екен, оказывается. Елде денсаулық болмаса, бейбітшілік болмаса, ешкімге өнер қажет емес. Мен мысалға айлығымды айтсам, талай адам күледі, театрдағы айлығым. Өте күлкілі айлық қой, театрдағы айлық. Өте күлкілі. 4 қаңтар күні мен алаңда болдым. Халықпен бірге болдым. Оламге қатысты допрос болды, бізді шақырды. Кәдімгідей РОВД-ның ішінде допроста болдық бәріміз. Ренжімеңіздер, Қазақстандағы ең слабый звено. Соны мен вице-премьерге айтамын да, сіздер не айтып отырсыздар деймін да, қайдағы. Арма құрметті көрермен, бүгін біз алғашқы шығарылымның алғашқы қонағы Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театрының актері, Алашұлы тобының солисті, белгілі әнші, актер Мақсат Рахмет ағамыз. Ассалаумағалейкум баршаларыңызға. Қош келдіңіз Мақсат аға. Қош көрдік. Көңіл-күйіңіз қалай? Көңіл-күй күшті. Ең алғашқы подкастқа шақырғандарыңызға рахмет. Мен үшін үлкен мәртебе. Сізге де рахмет. Біздің ең алғашқы подкастымыздың ашылуының құрметті қонағы болып келіп отырғаныңызға. Хорошо. Біз жалпы енді подкасттың форматын еркін формат. Құлашты кейін ашып тастап, кейін көсіліп отырып әңгіме айтайық деген секілді. Давай өзіміз. Енді өзіміз академияның түлектері. Біз түлек емеспіз. Болашақ түлектеріміз. Құдай қаласа. Енді солай. Сәттілік серіктерің болсын. Қалай академия? Жалпы академия жақсы аға. Нешінші курс оқисыңдар? Мен 2-ші курс оқимын. 2-ші? Кеш түскен бір. Драматургия, Драматургия. Ең керек мамандық қазіргі. Сәттілік тілейтіндерге. Рахмет аға. Жалпы аға, сіздің Инстаграм парақшаларыңыздан көрдік, жақын арада сіз сапардан келіпсіз. Еліміздегі біраз қалаларға гастрольдік сапарға шығыпсыз. Қалай өтті, ойыңыздағыдай болды ма, қандай әсер алдыңыз? Негізі қарашаның ішінде осы 18-19-20-ларына Тараз, Шымкент, Түркістанда біздің үлкен кешіміз өтуіміз керек болған. Бірақ белгілегеннен кейін бізбен ақылдаспай сайлауды қойып қойыпты десең. Сол сайлауға байланысты ол концерттер отмена болды. Соған сәл көңіліміз құлазған кезде есесіне республика күніне орай үлкен 3 концерт шықты бізге. Ол Өскеменде Күршім деген жер бар, керемет өлке. Сол Күршімде Көкжал Барақ деген батыр бабамыз өткен, соның 320 жылдығының орайына сол жерде үлкен концерт берілді. Екібастұзда республика күніне өте үлкен керемет концерт болды. Және Семейде, орталық алаңда, алғаш рет Семейдің алаңында болдық біз. Енді 20 мыңға жуық адам болды деді. Ол енді естен кетпес, ерекше рухты бір әдемі кеш болды. Өте күшті, шабытпен оралған жайымыз бар. Өскемендегі концерт сізге өте қатты әсер еткен сияқты. Желіден қарасақ, қуанышпен бәрін жазып жатсыз. Енді жазбағанда ол. Мен көп отыра бермеймін негізі. Анау қасымызда жаңағы академияда істейтіндер деп біздің Қадыр бар ғой. Қадыр біздің Алашұлының менеджері. Қадыр қасымызда жүрген кезде сондай күшті кадрлар істеп телеграмға жібереді. Қалай салмайсың оны, бөлісе салғанда тұрған. Өнер академиясының парақшасында да толтырып әдемілеп. Қазіргі өнер академиясының парақшасын гүлдендіріп жатқан кісінің бірі сол кісі. Аружан екеуі, молодцы. Тамаша азаматтар. Енді Алашұлымен де айналысып жатыр, молодцы, жақсы жұмыстар атқаруда. Қадыр Іңкәр деген қарындасымыз бар. Солай жаңағы телеграмға жібереді, қалай бөліспейсің. Кейде сөйтіп жақсы әдемі кадрлар. Белсенді болып кететін бар, кейде мүлдем жоқ болып кетесің әйтеуір. Байқап жатамын соны. Жалпы сайлау деп қалдыңыз. Сізбен ақылдаспай сайлауға қойып қойды. Қызық қой. Сіздермен концерттерің не болайын деп қалжың ғой, әзіл ғой. Енді сол сайлау демекші аға, енді осы ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев кезектен тыс сайлау өткізіп жатыр. Енді осы жерде мынандай сұрақ келеді: сайлауда кімге дауыс бересіз деген? Сайлауда дауыс беретін басқа вариант та жоқ. Басқа вариант жоқ. Мен түсінерім, егер сайлау басқалары сонда конкурент бола алмайды. Мен конкурент көріп тұрған жоқ. Конкурент болатын азаматтар бар негізі, бірақ олар сайлауда жоқ. Жоқ емес, бар. Мен саясатқа көп араласпаймын, және мен Қасым-Жомарт Кемелұлына ешқандай да қарсы емеспін. Керісінше үлкен үміт ұялатады. Мен ешқандай келіп кетер маған ештеңе жоқ. Шын кәдімгі Қазақстан азаматы ретінде сөздерінде сенімділік бар. Өткенде Ресейде өткен форумдағы Путинге берген жауабынан кейін, неше түрлі осындай жағдайлардан кейін, білмеймін, бір симпатия бар. Жоқ, негізі Қасым-Жомарт Кемелұлы осы неге президенттік мандатқа келгеннен бастап түрлі қиындықтар болды, коронавирус. Анау болды, бірақ соның барлығын еңсеріп жатыр ғой, халық. Халықтың алдында бір симпатия бар. Бұл симпатияны ешкім сатып ала алмайды. Кешіріңіз, оны ешқандай ақшаға да басқаға да ешкім ала алмайды. Талай адам ол симпатияға ие болғысы келді. Жоқ, ол Алла беретін бақ шығар. Және адамның өзінің ішіндегі былай ғой, ер азаматты
тем более ондай үлкен жауапкершілікте қызметте жүрген адамды анықтайтын сөз емес ісі. Істерімен сөйтіп жәмендеп дәлелдеп тастаса әлі де күтетін үміт көп, негізі күшті болар еді деп ойлаймын. Ал қазіргі сайлауда өкінішке орай ол кісіден басқа дауыс беретін адам жоқ, кішкене әділетсіз сайлау. Өйткені менің ұғымымда конкуренция жоқ. Конкуренция жоқ жерде жарыс болмайды деп ойлаймын. Ана енді тойдың боларынан болатысы қызық дейді ғой, ана барлығы қарап тұрсам кандидаттардың барлығы айтыр өзінің нелерін көрсету үшін, жалпы айтқанда ана бір өз өнерін көрсету үшін деп айтайықшы жалпы. Ну, для галочки. Солай көрсетіп хайп қуып жасап жатқан дүниелер бар деген секілді ғой енді. Бірақ енді мен өздері біледі, ешкім үшін біз емеспіз. Мен азамат ретінде сырттан қарағанда мен үшін басқа вариант жоқ. Сіз үшін Қасым-Жомарт Кемелұлы ұсынылып отырған кандидаттардың ішінде Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев. Қазіргі таңда айтып жатсыз, Алашұлымен де біраз проектілер жасап жатырмыз деп. Жалпы Алашұлы деген атау қайдан туды деген сұрақ сол қызық. Және де сіз үшін Алаш ұғымы, Алашұлы деген кім? Өте орынды сұрақ. Колледжді бітірдім 2008-де. Жүргеновтің колледжін. Сол жылы академияға түстік. Сосын бізде театралдарда система деген нәрсе бар ма жоқ па білмеймін, қазір біздің кезімізде болатын. Сол система жиналыстар өтеді. Ол жиналыстар тек қана жаман жиналыстар емес, жақсы жиналыстар болады, арасында концерттер болады. Сондай бір кезекті концерттердің бірінде Ұшқын Ерзада деген бала болды. Ерзада қазір мұғалім бір университетте. Екеуі күй сайыс өткізді. Екеуіне қарап қызықтым, ал менің өзім ішімде жүрген ой болатын. Осындай ұлттық нақышта, этнорок бағытында бір күшті топ құрылса шіркін деген, құрсам шіркін, біріксек деген ой болды. Екеуіне ұсындым. Сол бір нелерден кейін курста солар параллель муздрамада оқиды, мен мюзиклда оқимын ол кезде. Сөйтіп жиналыс бәрі біткеннен кейін шайға шақырып осылай ұсынысымды айтып көргенде екеуі де давай біздің де ойымызда сол Ұшқын да қолдай кетті. Сонымен студия іздей бастадық. Енді өте үлкен процесстер өтті негізі. Ең бірінші Алашұлының тұсауы академияның алдында Наурыз өтеді ғой. Тура сол Наурызда 2009 жылы 22 наурызда үлкен Наурыз өтті, сол жерде Алашұлы бірінші рет шыққанбыз. Ән жазуға ақша жоқ, минусовка дым жоқ. Сол кезде Ақылбек Жеменейдің Тойбастар деген термесінің минусовкасын тауып алып, соған плюс жазып сөйтіп шыққанбыз. Учебный театрдан ескі құсқы киімдерден қазақи бірдеңелерді құрастырып, қолымызға найза ұстап, жаңа Тойбастарға найзаның түк қатысы жоқ, бірақ шықтық. Содан кейін найза айналдыра аламыз ғой. Найзаны айналдырып, бүйтіп сцен бойдан үйренгеніміз бар, вокалдан бәрін біріктіріп, синтездеп бірдеңе құрастыруға тырысып бағып көрдік. Сөйтіп топтың жаймендеп жұмысы басталды. Сөздің ашығы тойға шықтық. Ставка өте арзан. Бірақ тойдан өзімізге ештеңе алмаймыз. Барлығын кассаға лақтыра береміз, ортақ кассаға. Ең басты сенім деңізші. Кассаға ақша лақтырамыз, ол не үшін? Костюм тігу үшін, ән жазу үшін керек. Сөйтіп жүріп Ерболаттың хит болып жүрген кезі. Құдай берген. Мен қазақпын, біздің жігіттердің дүрілдеп тұрған кезі. Ерболаттың інісі Еркін танимын. Оларға бар. Ол кісі де домбырашы емес пе? Домбырашы. Еркін біздің менің жақын бауырым, Мерейдің класстасы. Сол арқылы танимыз. Қалада ол өскен жігіттер олар. Еркінге айтып жүріп Ерболаттың студиясына бардық. Осындай бір жерге кірдік, аузымыз ашылып, аң-таң, қазір Ерболат келеді. Ерекенің шашы ұзын бүйтіп буылады ол кезде бүйтіп. Ерекең кіріп келді. Че там у нас сейчас выступление где деп анау бүйтіп келді. Костюм-шалбарын киіп алып, Ереке міне біздің достарым деп Еркін таныстырды осылай. Давай біз Қара Жорға жазғымыз келеді, братан деп айтты. Не, по идее, қазіргі Қара Жорға дұрыс емес, білесіңдер ма деді. Салгүрең деген күйге істеп жүр. Негізі Қара Жорға Салгүрең емес, Буын биінің өзінің күйі бар деді. Мен папам жасаған деді. Қанат ағаның, Қанат Құдайбергеновтың Қара Жорғасы просто күйін тыңдаттым. Қызықтық. Осыны можно подгонять, ән қылуға болады, анау-мынау. Давай ән қылайық. Тағы да бір адам деген әңгіме. Сөйтіп жігіттер чисто сендерге по-свойски, так чисто Еркіннің достары екенсіңдер, тем более. Там сведениесімен аранжировка, анау-мынау мен $1000 болады деді. Ол кезде $1000. $1000 деген ол кезде түсімізге кірмейтін баға, өте үлкен ақша ол кезде. Басымыз салып шықты. Сөйтіп жүрміз. Сосын марқұм әкемнің ағасы бар, Жолсыз көкем. Сол кісі, анау топтарың күшті деп, өткен тойда келіндер ғой, әулеттің тойында. Не болып жатыр деп, ой көке қиын екен ән деген. Немене қиын? Осылай барғанбыз, $1000 деп айтты, ондай ақша жоқ, қашан жинаймыз құрсын деп сөйттім. Жарайды бір мәнісі болар деп, шай ішіп үйтіп шығып бара жатқандай мақсат деп далаға шықты артынан. Конверт беріп, мынау менің атымнан чисто көмек, ұмытып кете салдым. Болса болды топ, болмаса қойды, просто менің атымнан көмек. Жаздыр әттесін несі бар.
Ерболатқа бар айт жаздырыңдар деп. Мәссаған. Қуаныш деген былай жігіттерге хабарласып, Ерболатқа келіп, братан, мәні деп ақшасын беріп, аранжировканы жасап, Республика сарайына шықтық. Шығыс жұлдыздар деген бір концерт болды, сол жерге шығып қатыстық. Керемет. Ол кезде біздің... Сіздер әлі колледжде оқып жүрген кезде? Жоқ, уже академияда оқып жүрген. Бірінші курстың соңы, екінші курстың басы сол кез ғой. Ол кезде Азамат Мырза сатып алды. Сол концертте жүргізуші әлі есімде, ютубта бір жерде бар. Ал қарсы алыңыздар, сахнада Алашұлы тобы деді. Бүкіл академия барып алғанға, Алашұлы республика шығады деп, бүкіл театралдар барып алған, жиналып. Шу ете қалды. Ешқандай әншіге ондай поддержка келмейді ғой. Аға тоқтап қойып, о, мынау не деген болды, қошемет, нүке қайтадан сахнада Алашұлы деп атып шығып, қара жорған соғын кестік, сонымен кетті той-пойды. Ал атына идея тастаған менің қарындасым, Айгүл деген қарындасым өзім. Топ осылай қар баласын естиміз деп жүрген кезде Мақсат Әлихан Бөкейхановтан ала салсаңшы деді, қиналмай. Ал қалай деп Әлиханның атамыздың лақабаты қыр баласы, қазақ баласы деген. Ал енді қазір олардың негізі қозғаған Алаш партиясы болса, Алаш деген бүкіл түркілерден керек болса тек қазақ емес таныстыратындай ақ ат, сол себепті Алашұлы деген әдемі естілетін сияқты. Неше түрлі ұсыныстар болды. Қайсар, жігер, бірдеңе деп алдаспан деген сол кездерде ойлар болды, бірақ сол суырылып шығып өзімізге ұнаған Алашұлы деген ат. Ең алғашқы состав Мақсат, Ұшқын, Ерзада. Одан кейін Ерзада 3-ші курсқа ауысты, Әзімбек келді, Әзімбек ол кезде 4-ші курста оқиды. Сөйтіп жұмыс процесін жалғасып келе жатыр. Керемет. Енді қазір Ұшқын аға мен Әзімбек аға топта жоқ, Топта жоқ, жеке орындаушылықта. Ұшқын тамаша композитор қазір. Әзімбек те өзінің жеке бизнесімен, одан қоса жаңағы әндері бар, жеке жазып жатқан дегендей. Жоқ, сол бір сұхбаттардан, бір осы подкасттардан дейін бе, мен бір естіп қалғаным бар. Әзімбек аға бір ән жазып топтан шығып кетіпті. Ұзақ әңгіме ол. Өтті кетті, қазір бәрі күшті. Мен одан бері ешқандай сұхбат берген емеспін, бұл жайында айтқан емеспін. Оны қазбалай бергеннен пайда жоқ, бәрі жақсы. Жалпы енді Алашұлына келейік. Енді сіздер жаңа академияда оқып жүрген кезінде, былай айтқанда дүрелеп тұрды деп айтайыншы. Құдайға шүкір. Сол кезде бір қиындықтар болып, енді әр нәрсенің бір қызығы мен қиыншылығы болады ғой. Бір Алашұлының болашағына сенбей кететіндей бір дүниелер болды ма? Осы жерден тоқтатамыз ау болды жігіттер деген. Болды, Әзімбек кетіп жатқан кезде болды. Академияда оқып жүрген кезде емес. Керісінше академияда оқып жүрген кезде енді кілең студенттер ғой. Жастық жігермен деңізші. Ашығын айтайын, студенттер көретін шығар, негізінде академия студенттері көріп жатса, тем более. Столовыйдан біз гарнир жеген емеспіз. Алашұлы құрылғаннан кейін өз күшімізбен деп айтайық, Аллаға шүкір көліктерімізді міндік алғашқы. Студент болып жүрмей 3-ші курста ақша жинап әкеме беріп, әкем кішкене үстінен көмектесіп жүріп, бір машина міндік, Ұшқында, Әзімбекте Аллаға шүкір жақсы жүрдік. Бір тарылып, бір ойбай деп тамаққа жеткізе алмай, айлығы шайлығына жетпей деген ондай әңгіме болған жоқ. Қолдан келгенше біз уже студент кезімізде үйдегілерге көмектесе бастадық. Кішігірім әке-шешемізге қолдауымызды көрсетіп, міне мынау анандайыңызға, мынандайыңызға деп қаржылай көмектесіп, сөйтіп Аллаға шүкір Алашұлының арқасын жаман болған жоқпыз. Бәрі күшті болды. Ал топтан Әзімбек кетіп жатқан кезде, менде болды ғой. Мен айттым да бұл ойды. Көңілге күдік кірбің кірді сол кезде. Кірбің емес, мен айттым. Назгүл апайға айттым, Назгүл апай, либо топты тоқтатайық дедім. Болды, өзіңіз солай айттыңыз. Болмаса, Ерзат пен Бекай, олар да біздің академия түлектері ғой. Солар қатарлас бір баланы алайық та, ырың-жырың қылмай, типа қайтадан Әзімбек кетті, енді орнына адам іздейміз деп ырың-жырың қылмай, Алашұлы жас жігіттермен жалғасады деген. Келесі ұрпаққа өтті дегендей бір форматта істейік деп едім. Назгүл апай көнбей қалды, сен болмасаң болмайды, топ неге тоқтау керек, Алашұлының орны бар ғой деп, ондай топ жоқ қой деп. Сөйтіп біраз айтты, сосын мен сынып қалдым, ол кісі біледі не айту керек. Әйтпесе шын мен оқталып барған, болды осымен доғарайық деп. Сонымен сынып қалдым сөйтіп. Сол сөз жарайды, жалғастырып көрейік деп. Бірақ ең қиын кез сол кез болды. 19 жылда Әзімбек кетті. Ар жағында как раз үй бастап жатқан кезім, недотворчество болып жатқан кез, стройкамен миым ашып. Ой, сізден сынып қалдым деген сөз естіп бір түреген. Жоқ, сынып қалдым деген, Назгүл апайдың сөзіне сынып қалдым да, топ жалғастырдық деген сөз ғой. Бастауын сіз алып келе жатсыз. Енді соң жігер беріп жүрді, кішкене рух беріп жүрді Назгүл апайда. Сөйтіп кірісіп, бүйтіп, карантин басталып кетті, ең қиын кезің сол кезде. Балаларда табыс жоқ,
қалай болады, бір өнер адамдары біз ғана емес, бәрінде қиын кезең болды ғой, карантиннің кезі. Өнерің ешкімге қажет емес екен, оказывается. Елде денсаулық болмаса, бейбітшілік болмаса, ешкімге өнер қажет емес. Сол карантиннің арқасында біз де оқуға кешігіп түстік деп жүрді ғой. Ол кім бәріне кесірін тигізді. Сол. Біраз нәрседен қалдырды. Жақсы, бір Алашұлының өзі кәдімгідей бір тарих, бір дүние. Ол енді біраз нәрсе өтті. Құрылғаннан бері қанша жыл болды? Негізі по факту 13 жыл болды. Алашұлы әлі де дірілдеп тұр негізі. Қазіргі құрамымен де. Рахмет. Бұйырса әлі талай пландар бар, жоспарлар бар, бұйырса. Керемет. Іске сәт. Жалпы енді әншілік жағын бір сетке қояйық. Сіздің сомдаған рөлдеріңіз жайлы, театрдағы, кинода. Сүйікті тақырыбым. Сол жаққа қарай ойыссақ. Енді бірден мынандай сұрақ қойғым келіп тұр. Өзіңізге ұнаған кинодағы демей қойын, театрдағы ең ұлы, ең жақсы көретін, енді барлық ұлы шығар, жақсы көретін, өзіңіздің бір осы көңілімнен шықтау, осыны жасай алдым ау деген бір рөл бар ма? Толығымен жасай алдым ау деп ойламаймын, бірақ айызым қанып, рахаттанып, сағынып ойнайтын рөлім ол Герострат. Құлагер ше? Құлагер, оның да орны бөлек, бірақ Құдайға шүкір, Құлагер жиі қойылады. Сағыныш, Құлагердің арқасында, Герострат осы екі рөлдің арқасында әрдайым формада жүресің. Әрдайым залда, оппа, ноябрь 22 Құлагер келе жатыр. Босаңсуға болмайды. Тамақ орынды, ұйқы орынды, тренировка орынды болу керек. Бицепс, трицепс кішірейіп бара жатыр. Орнына келтіру керек соны. Жоқ, оны кеше жақында бір актриса жазды біздің әріптесіміз әуезов театрында бірге оқыған бір қыз. Мақсат осы, сен Құлагер дейсің, сонда сен өзің ойнайсың ба? Вообще Құлагер сен бұлшықеттерің ойнайын ба? Енді жаңа қыршып сөйлеп тиісіп жатқаны ғой. Бірақ негізінде өзіңді ойнайсың, бұлшықетіңді ойнайсың. Бәрі бүкіл болмысың ойнайды. Құлагерді де енді Геростратты сағынып ойнаймын. Айызым қанып ойнайды. Рахаттанып ойнаймын. Маған қойылған спектакль десем де артық айтпаймын. Өзімнің ұсынысыммен, өтінішіммен самостоятельная работа дейді. Театрдың мемлекеттің бір тиын ақшасы шықпаған, өзіндік жұмыс нәтижесінде шыққан жұмыс. Керемет. Герострат. Сол үшін маған ерекше ыстық. Құлагердің орны ол да өте бөлек. Басынан Фархат келгеннен кейін Құлагер басталғалы. Степсонстың келуі, бәйге сахнасының шығуы, қайып, ол процесстер 4 аяқтап жүреміз, 2 аяқтап жүреміз. Ол ұзақ әңгіме. Құлагер үшін бір подкаст арнауға болады негізі. Негізі керемет. Фархат ағаң жасап жатқан жұмысының өзі. Сізді жалпы кино саласынан да, ән саласынан да барлық жағынан көріп жатамыз ғой. Бағана айтып жатсыз, бір сөзіңізде жігерлендірді деп. Осылай дамылсыз еңбек етуге не ынталандырады, не жігерлендіреді? Қай жерден шабыт аласыз? Жалпы. Еш қалай айтса болады, біреу бүйтіп жігерлендіріп, сілкіп, ой жарайсың деп отырып әңгімелесем дейтін ондай нақты бір ондай бір не жоқ. И өзімді өзіммен қамшыламаймын ешқашан. Міне сен үлгеруің керек, сен үлгі болуың керек мақсат. Жоқ ондай ештеңе жоқ. Бәрі өте қарапайым. Енді Алла тағала сөйтіп нәсіп етті, Алашұлын құрып қойыппыз. Академияда жүр. 7 жыл оқыған мамандығым актерлығым. Жақсы көрем. Бұл мен үшін бірінші орында. Актерлығым да, Алашұлы да өте маңызды мен үшін. Сөйтіп жүргеннен кейін ең жек көретін қасиетім жағымпаздық. Ең жек көретін қасиет. И сөйтіп жүргеннен кейін Аллаға шүкір өздері ұсынады. Режиссері бәрі рөлдер өздері ұсынады. Басқа жол жоқ. Эстрадада да сол. Ой, апай, сіздің концертіңізге қатысайықшы деген ондай да жоқ. Алашұлы бір жерге шықса, демек өзінің абыройымен және сұраныста болғандықтан шақырумен келді деген сөз. Тек қана солай. Семейдің алаңы, 20 мыңдық площадкалар, оған дейінгі Алашұлының осы Құдайға шүкір 2012-ден бергі өте үлкен стадиондарда выступать еткен, Республика сарайындағы концерті, Астанадағы үлкен жеке концерті Алашұлының. Оның барлығы халықтың сұранысымен шыққан дүниелер. Ең бастысы сол. Ал үлгеретін болсам, тек уақытты ұтымды пайдалануға тырысам, бүйтіп ыңғайлауға тырысам, бір нәрсені екінші нәрсеге араластырмауға тырысам, өзі бүйтіп реттеледі. Кейде болады, бәрі бір кезге келіп қалады, миың ашып кететін кездер болады. Миың суып, не істеймін деп, былай тартсаң арба өледі, былай тартсаң арба сынады, былай тартсаң өгіз өледі дейтін кездер болады. Но білмеймін, өзі как-то шешіледі.
всегда сабыр сақтау керек, и жаймендеп кірсе керек. Мынау жаңа роль жайлы әңгімені аяғынан жеткізейік. Анау кино. Сізде енді 5.32 веб-сериалы алғашқы дебют болды ма, жоқ сізде оның алдында түскен фильмдер болды ма? Жоқ, болған емес. Болды, студент кезімізде массовка. Ана бір эпизодқа барып қойып, біз оны дастан салады жақында, дастанмен көріп қаласың, милиция болып билеп кететін бір жері. Эпизод бір рет болды, бірақ өзім кастинг аралаған емеспін. Иә. Ойлайтын кино менікі емес, маған әлі ерте, ой қайда деп. Или қалай үлгермеймін ғой деп. Әрге менің басын ұстап суға кетіп қаламын ғой деген ойлар болды. Бір кездері одан кейін түскім келе бастады, іштей. Киноға, иә. Болды, мен түсем деп іштен шешім қабылдаған кезде шақыру. Ол сол 5.32-де түсті ма? Шақыру кастингке 5.32-ке шақырылдым. Ынтымақ ауыл деген бір сериал болды ұлттық арнада. Негізі площадкадағы дебютым, рөлім алғашқы Шерхан деген Ынтымақ ауылында. Бірақ эфирға шыққан дебютым Ынтымақ ауылынан кейін сразу бірден неге кеттім мен. 5.32-ның съемкасына кеттім. Эфирға бірінші елге халыққа кеткен 5.32. Абонесі. Жақсы, негізі көптің көңілінен шықты деп ойлаймын сол рөл. Керемет. Жалпы енді мына сұраққа жауап беріңіз. Енді кино мен театр екеуін екіге бөліп қарағанда сіздің жаныңыз, енді жаңа киноға сұрақта қалай қойым келіп отқанды өзіңіз түсініп тұрғансыз. Театр жақын ба, кино жақын ба деген секілді бір сұрақ. Екеуін бөліп жаруға келмей ма, жоқ? Бөліп жаруға келмейді, әрқайсысының өзінің орны бар. Ресейдің бір мықты актердің айтқаны бар, салыстырмалы түрде осы сұрақты бүкіл актерлар қояды ғой. Театр деген ол үй, кино деген ол гостиница дейді. Анда-санда барып бір түнеп қонып, рахаттанып, демалып кетуге болады гостиницада. Үй ол театр дейді. Үй ол сенің отбасың, ол негізің, тірегің дегендей. Сол сияқты театрда да мен мысалға айлығымды айтсам талай адам күледі театрдағы айлығым. Өте күлкілі айлық қой театрдағы айлық. Өте күлкілі. Егер тек күнің театрға қарасаң, онда шайлығыңа жетпейді. Театрдан кетпей жүргендігім, ол мен кәсіби деңгейде құлдырап қалмауым үшін, өзім әркез формада жүруім үшін ғана. Шын мәнісінде. Актер ретінде әрдайым шыңдалып, әрдайым өйткені ол анандайда формадан шығып қалады боксер. Бір жарты жыл тренировка қойсын, удар, скорость бәрі басқа өзгеріп кетеді. Салмақ қосып алады, үйтеді, ал тура сол сияқты театр деген үнемі тренажда жүресің. Үнемі. Сондай тұстары бар, бірақ әрине оның бас аяғымен кіріп кетуге де болмайды деп есептеймін өзім. Өйткені театр балауталығы да бар. Жүре берсең бата бересің, өсек аяң ішінде артық әңгіме, интрига көп ол жерде. Жалпысында сіз үшін театр шығармашылықты шыңдау ортасы ма? Соны айтайын деп отқаным сол ғой. Менің ұғымымда, мен ойлаймын өзім, ең нәрседе де фанатизм деген дұрыс емес. Қай жерде болсын фанатит етпеу керек. Театрда да кейде анандай, ой, мешіт деп қатты неғып кетеді. Үлкен поколениялардан байқаймын соны. Бәрі адамның негізі ол отбасы өзінің. Ал театр жұмысы. Ол сен ләззат алатын жерің, келдің, спектакльді ойнадың, айызынғанды көрерменнің қошеметін алдың, түсіндің, жақын, шынымен жанашитын адамдардың келді, мақсат, штампуешься. Ана жерін бүйтсен, чотта кетіп барасың, мақсат, амплуаны өзгерту керек, бір амплуаның актері болып қаласың деп, шын жанашырларың келіп айтады. Сол арқылы сен актер ретінде как-то өсуің керек, сол үшін ғана. Басқа нәрсе үшін емес, ішінде ғана фестивальға мен неге бармай қалдым. Андай рөлді қалай алды екен, қаш демесең олар. Кіріспеу керек онда. Театр демекші, осы бір сұхбатыңызда театр халықты тәрбиелейтін трибуна емес депсіз. Сонда сіз үшін театр мен кино халықты тәрбиелейтіндердің тәрбиелі ортадан шығып кетті ма деген сұрақ келіп отыр бізге. Театр тәрбиелеу құралы емес пе деген? Жоқ, тәрбиелеу құралы емес. Мен де сөйтіп ойлағам. Колледжде марқұм ұстазым Есімшікеұлы Сегізбаев ұстазым сөйтіп үйретті бізге колледжде. Театр халықты тәрбиелейтін трибуна деп үйретті. Бірақ олай емес. Және де тағы да үзілді кесілді кесіп айтам, олай емес. Оны қалай байқауға болады? Ең жаман спектакль келеді да, ең соңында бір герой шығады да, шығып алып монологымен отырған халыққа ақыл айтады. Тәрбиелейді халықты. Ей адамдар, ата-аналарыңды тастап кетпеңдер, оларға мейірімді болыңдар. Ол дұрыс емес. Халықты тәрбиелейтін не бар? Халықты тәрбиелейтін ата-ана бар.
халықты тәрбиелейтін ұстаз бар, мұғалім бар, мектеп бар, мешіт бар, уағыз айтатын, аға бар, әпке бар, бауыр бар, адамды тәрбиелейтін. Ал өнердің функциясына тәрбиелеу деген ұғым менің ұғымымда кірмейді. Өнер деген, мысалға, мен былай түсінем. Студент кезімде, мектеп оқып жүрген кезде, мектептің оқушысымын, демек 2004 жыл, болмаса 3 жыл. Әуезов театрына алып барды класспен. Мәңгілік бала бейне деген спектакльге кірдік Болат Атабаевтың. Кірдік, балконның бір бұрышында отырмыз. Енді балкон қалады ғой оқушыларда. Спектакль басталды, қарап отырмын. Еңкілдеп жыладым. Керемет, шедевр спектакль еді ғой Мәңгілік бала бейне деген. Спектакль біткен кезде шапалақ, поклон болып жатқан кезде мен түсіндім театрда отқанымды. Түсінесіз бе? Мен ана әлемге кіргізіп алды театр. Мен ішіне солармен бірге, Ләйлөкпен бірге, бәрімен бірге өмір сүрдім, кейіпкерлермен бірге. Спектакль бітіп шапалақ ұрған кезде мен есім жидым, мен театрда, класспен театрға келген екен ғой деп. Тек өнердің мақсаты сол өнер басталғанға дейінгі спектакль, кино, концерт басталғанға дейінгі адамның көңіл күйі мүлдем біткен кезде басқа жаққа көтеріп алып кете алса, сол өнердің енді пигі. Жаңағы мен алған әсер, бала көңілмен барып алған әсерім, ол пик, ең негізгі несі. Ал қысқаша айтатын болсақ, әсер ету. Келген көрерменге әсер ету. Ол басқа эмоцияда келді, сен оған әсер еттің, қандай да бір эмоция сыйладың, ішіндегі несін. Ол да тәрбиені де алады ол арқылы. Деп мысалға, бүйтпеу, мына кейіпкерден мотивация алса болады екен, мына кейіпкер ана жерін, осы кейіпкер сияқты қателесіп қалмау керек екен, алуын алады, ол міндетті түрде. Оны сен кинодан да, кейбір кино кейіпкерден аласың, неден аласың, ол бірақ негізгі мақсат тәрбиелеу емес. Ол өмірдегі шындықтың көркемделген түрі. Жалпы осы сөзіңізден кейін мынандай сұрақ туындайды, жалпы. Сіз өзіңіздің ұстазыңыздың сөзін басып кеткен жоқсыз ба деген секілді, жоққа шығарған жоқсыз ба деген секілді сұрақ. Екінші ұстазымның үйреткені бар. Тұңғышбай Жаманқұлов, Тұңғышбай Қадырұлы. Енді ешқашан ешкімнің сөзі ешкімге догма болмайды. Жоқ, жай сіздің ойыңыз ба? Жоқ, ешкімнің сөзі ешкімге догма болмайды. Даже Станиславский айтты. Это моя система, которую я создал, но это не догма. Қатып қалған емес. Әркім әрқалай түрлендіреді. Дәл солай болды. Станиславскийдің шәкірттері Мейерхольд, Михаил Чехов өзгертті. По-своему істеді системаны. Тура сол сияқты. Біз аламыз, үйренеміз, бірақ соның айтқан қағидасымен қатып қалып жүреміз деген, тем более біздің әлемде, актерлық әлемде. Ешкімнің заңы ешкімге жүрмейді. Әркім өзінше тұлға, өзінше фантазер, әркім өзінің жұмыс жасау, рөл жасау процесінде өзінің почеркісімен келеді. Шығармашылық адам еркін болады. Қалай көрсеткісі келеді, солай көрсетеді. Не сотвори себе кумира. Қатып қалған дүние жоқ. Соған сайып келіп тұр. Жалпы енді осы театр болсын, кино болсын, сіздің жаңа әншілік өнеріңіз болсын, енді алдында бастап алған дүниенің алашұлыдан басталады ғой жалпы сіздің енді былай айтқан шығармашылық биігіңіз деп айтайын ба, қалай айтсам. Халыққа танылу процесі бірінші алашұлымен деп айтыңыз. Енді алашұлының былай маған несі ұнайды, образы ұнайды, қазақи бір патриотизмді бір насихаттайтын секілді. Ол жасандылық емес пе ол? Жоқ, ол бір сахнадағы бір жай ғана образ болып, сахнадан түскеннен кейін ол сол жерде қалып қалатын дүние секілді болып көрінбей ме? Жоқ, ең маңыздысы сол жерде деп ойлаймын. Мен өзім кезінде бір 2013. Ол жасандылық емес, Емес, 2013-те айтқам, көп патриоттық ән жазылып кетті. Бәрі Қазақстаным, елім, жұртым, үйттім, бүйттім, күйттім, ойбай өліп баратырмын, сүйем, жақсы көрем. Сол кезде айтқам мен, бұның бәрі біз білеміз ғой, мемлекеттік концерттер өтеді, тәуелсіздік күні өтеді, анау болады, анау президенттер қатысатын концерттер, сондайларға репертуарда бір ән болу керек деп жазылып отқанын көрініп тұрды. Мен айттым, егер бұны анықтайтын бірнеше жыл дедім. Егер адам осы стильде ұстаналса, демек ол шынымен жүрегінен шығып тұр деген сөз. Ал егер жоқ, не болса, жаңағыдай ақша табу үшін бір патриоттық ән керек. Правительственный концерттерде ақшаны жақсы төлейді. Аямайды ақшаны. Сондай үшін ғана жазылған болса, онда ол уже уақыт көрсетті деп айтқанымдай болды. Қайда? Сол патриоттық әндерді жазған топтар қайда, әншілер қайда, сол әндермен сол жерде қалып кетті. Жалпы сіздің болмысыңыз соған бейім, иә? Бізде енді ол мен қоршаған ортам өзім айналамдағыларда дәлелдеп береді. Мен елім, ұлтым, жерім десем өліп қалатын адамның бірі.
қазір біз айтып отырмыз ғой, осы халыққа байланысты халықта осы қаңтар оқиғасы болды ғой, биыл біздің жаңа жылымыздың басталуының өзі бір қиын басталды ғой, қаңтар қырғыны болды. Сол кезде сіз қайда болдыңыз, қандай күйде болдыңыз, сол жайлы айтып берсеңіз. Жаңа сұрақтың қойылуы осыған әкеліп соқты деп айтайықшы. Түсіндірме. Айтам, адам айтқан сөзіне ісі, әсіресе ер азаматтың сөзіне ісі сәйкес келмесе, ол қиын болады. Ең жаман қасиеттердің біреуі. 4 қаңтар күні мен алаңда болдым. Халықпен бірге болдым. Халықтың ішінде болдым. Сол күні қателеспесем сториштарда салдым. Инстаграмға қалай болып жатқанын, ішіп алған мастардың жүргендігін, үйткендігін, бүйткендігін көзіммен көрдім. Провокаторлар өте көп. Мен ғана емес, сол жерде біраз өнер адамдары болды. Өнер адамдары біразы болды. Сол кезде негізгі мақсаты басқа еді. Мен шынымен тек қана халықтың ішінде болғым келді. Мен жата алмадым үйде. Үйде жата алмадым. Үйттім сылтауын таптым, себебін таптым, шығып кеттім үйден. Келдім, алаңда болдым, халықтың ішінде болдым, көрдім. Ешкім өкінішке орай, қалай айтса болады. Бізде аға буын бар. Аға буын, ойбай деп, осы бір шақырып ақыл айтқанда аттарын ешқайсысын атамай қойған, бірақ дәл сол жерде сол кісілер болу керек еді, и анандай қырғын басталмайтын еді деп мен ойлаймын. Мен де өздерің сияқты жаспын. Мен сөзімді кім тыңдап жатыр ол жерде. Абыройлы, айбарлы кісілер бар. Тоқтау айтса, біраз адам тоқтайтын еді. Менің ойымда біраз адам қырылып қалмайтын еді деп ойлаймын. Үйде отырып басып айтқаннан гөрі. Үйде отырып та, телефонға да, WhatsApp-қа да былай ешқайда шыққан жоқ. Алдында жоқ болып кете салды. Үйтуге болмайды деп ойлаймын. Ел мынандай не деп болып жатқан кезде құрсын мая хата с краю. Дұрыс емес ол нәрсе. Сіз жалпы енді мен болдым, көзіммен көрдім. Бірінші адамдар бүйтіп нені бұзды. ОМОНдардың стенасын акиматқа қарай. Сол 4 күн түнде мен айттым, мына жерде мына адамдарды уже не то. Дұрыс емес. Нені жара бастады. Бомба сияқты енді өне. Бірақ ол бомба емес, газ ғой жаңағы көздің. Онда мұрынның ашып, демаламай, көзін көрмей қалады ана ашқаны. Онда көрін. Сосын мен айттым, соның өзінде жігіттер деп естідім, 3 маскадан тағыңдар, оказывается, газ өтпейді екен деп, мынаны 3 маскадан бүйтіп іліп, сол жаққа қарай жүгіргенді көрген кезде мен айттым, жігіттер мына мирный митингке келмес. Жиналдық, қайттық. Мен сол жерде қасымдағы алатын адамдарды алдым, үйіне жеткіздім, үйіме бардым, болды. Өйткені көзім жетті, бір белгісіз адамдар болды. Ол басы ғой, 4-ші қаңтар күні кешке мен сол жерде болдым, елмен бірге жүрем деп ойладым, жоқ. Анандай басталды, үйіме қайттым, болды. Белгісіз адамдар жалпы, жаңағы белгісіз адамдарды ол, мысалы, ол халықтың арасына шыққан адамдар емес. Ол бір жаңағы... Жоқ, қайт тұрмы, агрессивный бір жігіттер талпа болды. Жалпы енді сіз өзіңіз мынандай сұрақ келеді енді осы жерде, енді көбісі түсінбей қалуы да мүмкін ғой. Тек инстаграмға сторис салу үшін ғана шықты ма, жоқ өзі қалап шықты ма, елге басып айту үшін шықты ма деген секілді. Сіз қараңыз, инстаграмға сторис салып ол жерде жалпы енді мен жалпы ойды айтып отырмын. Популизм басқа емес, ол жерде үйде отырған адамдар қаншама шыға алмай жатқан көрем. Менде бір видео болды, по-моему, сол кезде. Ішіп алған біреу кеттік академияға, мен айтамын, аға ішіп алып сіз не істеп жүрсіз соған деген жаңағы массада салдым, көрді халық. Кейін айттым, шықпаңдар, өтірік, анау-мынау деп сториста. Ол бір адам болсын, менің сөзіме қарап сол жерде алаңға шықпаған болса, бұл менің пайдам деп ойлаймын сол стористің. Бір адамның былайша айтқан кезде аман есен қалуына кішкене де септігім тиген болса, өйткені дұрыс ақпарат беруге тырыстым. И то мен айттым, 1 сағатқа шықтым, кетіп қалдым, бәрін жинадым, болды, падаман болды, жігіттер қайтыңдар, мына жерде ешқандай мирный митинг жоқ. Деп, жалпы енді қаңтар қырғыны шынымен де қасірет қой. Енді қазақтың басына не келіп не кетпеген, бірақ дегенмен енді жас болғандықтан көзіміз көрген ең ол қасіреттің бірі осы деп. Өте қатты болды шыны керек енді. Жақсы, енді бұл тақырыпты біз осы жерде жабайық. Ары қарай талқылаудың да керегі жоқ шығар. Енді басқа адамдар талқылап талқылай беруден ешқандай бір адамдары бар, не жоқ деп ойлаймын енді жалпы. В принципе осы. Отанымды жемеңдер деген әніңіз шыққан еді сол уақыттарда. Содан кейін ба, бұрын ба білмедік. Төреғали ағамен шыққан. Сол жайлы айтып берсеңіз. Аттың өзі андай бір керемет ат. Ол ән, бірақ
қаңтар оқиғасына ешқандай қатысы жоқ, ол қарашада шықты. Ол оның алдында шықты. Қараша айында тура 1 жыл болыпты. Бейнебаян шықты. Той думан тұсауын кесті, сосын қайтадан алып тастады. Бір татулықты үндегендей бір жасаған секілді. Просмотр жақсы басталып келе жатқан кезде алып тастады. Кейін қазір тек қана Төрештің YouTube каналында тұр. Қаңтар оқиғасынан кейін бұл әнге қатысты допрос болды, бізді шақырды. Кәдімгідей РОВД-ның ішінде допроста болдық бәріміз. Сол сұрақты да қойғымыз келіп еді негізі. Неге алынды, неге олай болды деп. Допрос сөйтсек, біздің үстімізден арыз түскен межнациональный рознь деген. Ол бойынша 5 жылдан 7 жылға дейін бас бостандығынан айырып тастайды. Жалпы енді бұл әннің шығу мақсаты жалпы не? Енді қазір мен айтайын деп отқаным сол. Біздің журналистерге, сұрақ қойғыштарға, Инстаграмда комментарий жазғыштарға рахат. Егер сен онда болсаң сөзіңе сіңді, сай келді ма, бітті ма, сөйтті ма деп жазуын жазып алады. Тіпті отаным жеміңдер шыққан кезде, осы жігіттер қашан қоса, әнмен осындай батыр бірдеңе айта береді. Вообще мен түсінгенім ешкімнің сөзіне сеніп қажет емес екен. Журналистердің әсіресе провокациясына ерудің қажеті жоқ. Дәл сол жерде шақырылдық, ойбай қатты ғана кімнен үйдегілерге ғой үлкен уайым. Бізді қойшы, ер азамат, мен почему-то уверен болдым, сенімді болдым. Бірінші Төреш кетті, допросқа айтты, мен түсіндірдім, вроде нормально, түсінетін азаматтар деп. Барды, маған арызды көрсетті, арыз түскен, үлкен арыз, осындай ұлтараздық қақтығысты туындап тұрып, сондайға шақырып тұрған ән деп. Сосын мен айттым, жігіттер, сіздерде филологтар бар ма? Бар болса, онда біз шақырып отқандарың ақымақтық, бұл жерде ешқандай ұлтараздық, біз межнациональный рознь тудырып отқан жоқпыз. Қалай дейді? Мен айтам, қай сөзінен? Қаптап жатыр жеріме қара Қытай дегендер. Сен Қытайды қара деп тұрсың. Бізде осы жерде еңбек етіп жүрген қытайлар бар ғой, ана бар ғой, мына бар ғой. Мен айтам, жігіттер, сары орыс дегендер дейтін жері бар. Мен айтам, онда бүкіл қазақты соттаңдар. Біздің мәтеліміз, мақалымыз бар. Қара Қытай қаптаса, сары орыс әкеңдей көрінеді деген. Біз халық ауыз әдебиетіндегі сөз пайдаландық. Ал егер шығайық, қырайық, жойайық деген болса, онда әңгіме жоқ. Статьяңды көтере бер. Ісіңді бастай бер. Ал бұл жерде біз ешқандай нәрсе айтқан жоқпыз. Куплетіне қара. Жоқ, жалпы ол түркілердің ауыз бірлігі. Қазір Тұран одағы қалай қозғалып жатыр. Рухани астанасы деп түркілі тілдес елдердің Түркістанды қалай атап жатыр. Сол тұрғыдан бүкіл түркілдес халықтардың туын алып шықты. Ол ішіміздегі көксеген арманымыз біздің. Арманымыз, онда тұрған не бар? Неге сендер, мен сол кезде айттым, сонда қалай деймін, ана Песковы бар, Жириновский бар, бірдеңе деп сөйлейді. Достойно ешкім ответ бермейді. Осының, бізден кейінде әнелер бар ғой, өсіп келе жатқан өскелең ұрпақ бар, бала бар, шаға бар, оларды ертең көреді, Песковын, Жириновскийдің басқасын айтқан. Ал оларға бізде өзімізше өз тұрғымыздан жаңағы отанымды жемеңдер деп айттық. Енді ашығын айтқан кезде оғанда ешкім ешқандай претензия айта алмайды. Реально отанымызды ешкім жемесін. Болды. Ол сөз қуып келсең де, не қуып келсең де бәрі грамотно. Сол себепті де айтты, ертең хабар беріледі деп айтты, ешқандай не қозғалмайды, бәрі жақсы, абайлап провокацияға берілмей жүріңіздер деп ол жігіттерге де Алла разы болсын, біраз ақыл кеңестерін айтты. Провокацияға беріліп кету 6 секунд. Тіпті осы сұхбаттың өзін қазір видеоны алып монтаждап басқаша бұрмалап жүрсе, тіпті басқа дүние шығады. Енді әр адам ойына кіріп шыға алмайсың ғой. Мүлдем басқа нәрсе шығып кетуі мүмкін. Ең бастысы ешқандай ұлтараздық емес, кішкене елдің рухын көтеру деген ғана мақсат болды бізде. Елдің рухын көтеру деген ғана. Жалпы енді ол жерде қарасақ, тек түркі тілдес мұсылман елдерінің туларын бейнеклипте солай көрдік. Ол жерде енді менің түсінігім бойынша жаңа татулық жайлы әңгіме болатын болса, неге орыс пен Қытайды қоспаныңыздар деген дүниемен не істеп тұрған шығар деген ой болады енді. Шатағым жоқ, нені айтып тұр, нені бүйтіп тұр. Енді қазақ енді көп ұлтты айттық, ол сөзімізден қайтқан жоқпыз. YouTube'дан удалить етіңдер деді, удалить еткен жоқпыз. Тұр, пожалуйста, оны көретін адам көріп алады. Айтқан сөзімізден қайтпаймыз. Жігіт бір сөзді болу керек. Дұрыс. Жігіт бір сөзді болу қажет. Қайта мен Құдайға шүкір деп айтайын, любой өнер адамның әріптесі, любой әншілердің алдында жүзіміз ашық, еңсеміз биік. Өйткені бәрі айтады, кухняда әңгіменің қажет жоқ ешкімге. Еркек болып кухняда пыш-пыш-пыштың қажет жоқ. Жігітсің ба, шықта айт халықтың алдында. Айта алмайсың ба, онда кухняда да айтпа деп ойлаймын өзім. Өте дұрыс айтасыз. Бұл сіздің сөзіңіз ешқандай образ емес, тек сіздің болмысыңыз деп қабылдайық.
деп қабылдаңыз енді өзіңіз қараңыз. Білмеймін, осы уақытқа дейінгі істеп келе жатқанда сол сөзіме ісім сай келсе деп отқан, ұл өсіріп қыз өсіріп отқан адам соларға барынша үлгі болып отырсамыз. Біз қабылдаймыз, басқалар да дәл солай қабылдайды деген мен өздерінің проблемасы. Қабылдаймын, шын айтамын. Мен істеймін деңіз теге. Бәрінің жүк көңілінен шығу мүмкін емес. Отырғанның өзінде қаншама адам табатын проблемасын тауып алады, жетіп жатыр. Иә, жалпы біз анау сұхбатты еркіндеп алып кішкене андай официально сұрақтарды қатты қойып сіз не қылып жатқан жоқпыз ба? Жоқ, любой. Біз айтып тұрмын, мен жаңағыдай. Біз қаңтардан кейін сәл қорқып қалдық. Жоқ, қорқады. Мен де барынша спокойно жауап беруге тырысып отырмын. Жақсы, енді мен бірден басқа сұраққа ойысып кеткіміз келіп тұр. Иә. Теманы бұрайық десең ғой. Мүлде бұрайық. Біз еркін тақырып деп алып басқа сұрақтарға кетіп, бірақ енді ол да дұрыс шығар. Иә, мүмкін. Дұрыс шығар. Ол да дұрыс шығар. Кішкене қандай жағынан бір екі сұрақ болса деп ойлап едім. Мен негізі сол жақ или мен давай сол сұрақсыз ақ сол мәселелерді қозғап кетейін. Қозғап кетіңіз. Солай дұрыс болады. Өзім өнер академиясын, колледждің академиясını бітірдім. Мақтан тұтам. Академияның атмосферасы, академияға шығармашылық аура, барлығы керемет. Кейін колледжде өзім 3 жыл сабақ бердім. СМБ-дан. Сіздер мамандықтарыңыз өте керемет мамандық. И ренжімеңіздер, Қазақстандағы ең слабый звено сценарий. Мықты режиссерлар шығып жатыр. Қазақтың актерлары мықты. Сценарий нашар болып жатыр. Мүлдем 100% демеймін. Но қазіргі таңда ең слабый звено ол сценарий, драматургия. Қазақ тілді жазатын сценаристер аз, драматургтер аз. Кино язык дейміз, қазақтың кино тілі біріншіден. Не тым әдеби, не тым шайбасы. Орысша қазақша аралас біз сөйлеп отқандай. Ол бар. Драматургия, сценарий мәселесінен ойнағым келеді мен актер ретінде. Ох дейтін забыть Герострата сияқты бір драматургия қиын, жоқ шықпай жатыр, неге екенін білмеймін. Шығарамыз. Жазыңыздар. Алла қаласа, амандық болса. Актерлар оқып бітіреміз. Өкінішке орай талай курстастар мамандықтан тыс кетіп қалды. Академияның түлектері талайы мамандықтан тыс мүлдем басқа сферада. Академияда кезінде бірге оқыған жігіттер мүлдем басқа жақта охранник болып жүргендер де бар. Оларды енді мамандықты жанымен сүймегендер деп жоқ, үзілді кесіп айтуға болмайды. Яғни мамандықтан шатасып кеткен болуы. Ең бастысы тілейтін тілегім сол. Өнерде де фанатизмі қажет жоқ. Жақсы, мен мынандай сұрақ қойғым келіп тұр осы жерде енді. Жаңа сіз өнер академиясы жайлы айтып қалдыңыз ғой. Қайтадан ұстаздық ету ойда бар ма негізі жалпы? Ойда бар. Мен негізі қанымда бар ұстаздық деген мамандық. Қанымызда бар мамандық. Кейін берем бұйырса, қазір емес. Қазір емес, бірақ міндетті түрде, иә, міндетті түрде ол мен бұйырса мен бере алатынымды білемін, ол менікі екенін білемін. Ұстаздық ету. Бұйырса оған ораламыз. Қазір уақыт жоқ. Қазір керісінше біз тәжірибе жинайық, ертең алдымызға келген шәкіртке айтатын әңгімемізде оңды солды бәрі дұрыс болу үшін. Соны айтайын дегенім сол, театрға да, киноға да, эстрада қайсысына болсын фанатет етуге болмайды. Менің ойымда бірінші орында отбасы. Адамның тірегі де, жүрегі де отбасы. Одан кейін барып театр. Бізде театрда бір қыз жұмыстан шығып жатыр екен. Героиня болатындай қыз. Не болды саған, неге кетіп бара жатсың? По семейным обстоятельствам күйеуге шығатын шығармын деді. Мен мысалы зауважал. Күшті поступок. Қыз балаларға қиын ғой. Қыз балаларға қиын. Ол жастар бізде театрға келген кезде отқа да суға да салып, енді былайша айтқанда бәріне қатыстырады ғой. Массовка, детский, анау, таңертең хор, би оқиды. Ол жеке өміріне уақыт жоқ та. Қызды баланың Алла тағала берген жаратқаннан кейінгі миссиясы негізі басқа ғой. Өмірдегі миссиясы. Сөйтіп жүріп уақытын өткізіп алып жатқан қыздар қаншама. Сол тұрған алғанда да бауырларымыз болсын, бәрі болсын айтатыны сол фанатизм басында. Театрда ақша жоқ. Қосымша жігіттер киноға да түсу керек, дубляжы. Қосымша малый, средний бизнесі болсын, той басқарсын, не істесін. Жақсы жігітте үш қасиет болады. Хорош, жақсы отбасын, жақсы семьянин, былайша айтқанда отбасын қамқор адам, жақсы патриот, елінің нағыз патриот азамат, жақсы бизнесмен, осының үшеуінің біреуі болмаса ол толыққанды керемет ер азамат дегеннен түсіп қалуы мүмкін. Өйткені
жақсы семьянин, жақсы патриот елінің, бірақ нашар бизнесмен болса тоже болмайды. Жігіт үйін асырау керек, қамтамасыз ету керек. Жақсы бизнесмен, жақсы патриот, бірақ отбасына қамқор болмайтын азамат болса, ол да толыққан жігіт емес. Деген сияқты үшеуінсіз бір жаңағы ұштаған деген сияқты үшеуі де толықтырып тұратын қасиет болғандықтан біздің мамандықта өте қиын. Тек таңның асты кештің басы театрда жүріп 150 мың теңгенің айлықтың бетіне қарап қалсаң қиын болады. Сөйтті де енді ақыл емес, бұл кеңес емес. Мен енді кішкене де болса бір-екі болсын ит көйлекті ерте тұрдырғаным бар болса, өзіме кейінгі бауырларға айтатын тілек базынам да сол. Бірақ театр ол қасиетті жер. Жалпы жаңа сіздің принциптеріңіз о бастан ба, шығармашылық қылдыраудан кейінгі туындаған ойлар ма жалпы? Қайсы? Жаңа сіздің көрсетіп жатқан дүниелеріңіз. Мысалы театрда айлық жоқ деген секілді, айлығы аз деген секілді дүниелер. Розовый очки болады бәрімізде. Иә. Бірінші, екінші курста болады шығар. Мә деп өнер шіркін. Театрдың шаңының иісі. Ол келе-келе туындаған дүние деңіз. Шаңының иісі шықсам, ішінде жүрсем, кезінде бабаларымыз басып кеткен сахна деген дұрыс ол. Ол менде әлі де бар. Шығатын кезде ойлаймын, мына сахнада Қасым Жәкібаевтар, Амин апамдар шығып маңдайының тері сіңген сахнаға ғой, мә деп ой болады. Бірақ айтып тұрмын ғой жаңағыдай, ол театр деген мешіт деп қатты қуып кетпеңіздерші деп жатқанымыз сол. Өйткені сен түсінесің ба, ана спектакль бітеді, поклон бітеді, поклон жасайсың, гримін шешеді, костюмін шешесің, ханды ойнасаң ханның костюмін шешесің де, қараның киімін киесің де, машинаң болса машинаңмен, болмаса автобуспен пересадкамен зытып отырып үйіңе барасың, үйіңе барсаң балаң аш болса, өйткені өнерің бештей. Өте дұрыс. Балаңның памперсі болмаса, әйеліңнің көңіл күйі болмаса, алатын көйлегін алып бере алмасаң, қызығатын затына жеткізіп бере алмасаң, оның барлығы бештей. Жақсы. Біз негізі өзімізге кәдімгідей осы сұхбатта біраз дүниелерді алдық деп ойлаймын. Жалпы бізде уақыт та таяп қалды. Енді осы сөздердің барлығын қорыта келе қазіргі жастарға, қазіргі мысалы біздерге берер кеңесіңіз, ақылыңыз болса, көкейіңізде жүрген оймақтай оймен бөліссеңіз, сонымен нүктесін қойсақ. Білмеймін, енді оймақта ой, мен ең жек көретін нәрсем, жалпы ең жеңіл нәрсе ақыл айту ғой, бірақ ақыл айтқым келмейді ешкімге. Бәрің ақылдысыңдар. Әркімнің әр кәлләде бір қиял дегендей, әркімнің өз ақылы бар. Тыңдау дұрыс қой енді. Тек қана мен енді адам тәжірибесінен мен өткен нәрсемді айттым. Театрда қалай екенін, Алашұлының қалай басталғанын. Мен бұны ақыл айтып отқан жоқпын, басыма өткен нәрсені айттым. Сол сияқты мен ұғымда адам студент академияны 4-ші курсты бітіріп, вручение дипломды алғаннан кейін так енді қайда бар жұмыс жасасам деп ойланбау керек. Адамның қайда жұмыс жасайтыны ол бастан белгілі болу керек. 3-ші курста керек болса параллельно жұмыс бастап табыс тауып жүру керек. Бітірген кезде сол табысын еселеп табатындай уақыт бөлінеді. Ешқандай обязанность жоқ. Академияға бару, келу студент емессің. Бұл жұмыс жасайтын кезге 3-ші, 2-ші курстан дайын болу керек деп ойлаймын. И солай болды менің өз басым, Аллаға шүкір. Солай болса, адаспайды жаңағыдай, адасып мүлдем басқа мамандыққа барып, өмір, то есть адам сындырып тастайды деп ойлаймын. Ал шын мәнісіне келген кезде профессионал тіпті оқымаған режиссерлар қазір трендте жүр. Дәл сол сіз айтып отқан 532-ні түсірген Алишер Утев академия бітірмеген. Кинорежиссердан оқымаған. Бір емес, 2 сериалы бомбаны жарды былайша айтқан кезде. Яғни ең күшті мұғалім адамның өзі. Өзіне өзі мұғалім. YouTube толып жатыр. Үйренем десең, кітап қазір. Меломанға кіріп бар, қай мамандық керек дейсің, толып жатыр. Құдай-ау, қаншама нәрселер. Ұсыныңыздар, қаншама аш режиссерлар бар, драматургтер ұсыныңыздар. Міне мынандай пьеса бар, бүйтсек, сөйтсек. Сізде қалай ойлайсыз? Менде моноспектакльге идея бар, кімге айтарым білмеймін. Қай драматургке барып, мен өткен тарс деп монолог жазудан жарып тұрған ешкім білмейді. Ұсыныңыздар, көрініңіздер, сөйтіп. Негізі ақша көп өнерде. Просто адам өзінің ісін жақсы көріп, соны сапалы, качественно, уақытылы орындап тұрса болды. Тілегім сол, сәттілік, сапалы, жағдайы бар, бақытты өнерпаздар көп болсын деп тілеймін. Тағы мынандай сұраққа бір сұрақ қойғым келіп егер қазіргі жастар, актерлар, актер соған бір сұрақ қойғым келіп тұр. Қазіргі актерлар мен ол актерлардың алдындағы сіз қатарлы актерлардың екеуінің деңгейі, сіздердің деңгейлеріңіз бен қазіргі актерлардың деңгейі түсіп кетпеді ме, жоқ?
қалай? Үйтіп айтуға болмайды. Әр поколениенің өзінің Сіз ішінде көңіліңіз толады жалпы, әр поколениенің өзінің ішінде лидерлар болады, жақсы да болады, жаман да болады. Семья без уродов деген сияқты. Бірақ кейде заман өзгеріп, адам өзгереді. Бірақ қарын ашатын кездер болады. Иә. Андай бір спектакльдер болады, кейін кіріп жатқан жастарға қатысты ойланып қаласың, бір бірдеңе пластикасы бар, білмеймін, акробатикалық элементтер бар, бірдеңе қопал жастар келіп жатады. Былайша айтқанда ритм жоқ, я болмаса қопал. Қарап таңғаламын, қалай деп, қайыз қалай болып жатыр академияда деп. Біз оқып жүрген кезде білмеймін, не дегенге өз басым деп айтайын, біздің курс, өзімнің курсым кәдімгідей үлкен махаббатпен қатысатынбыз. Ол керек, өйткені заман дамып кетті. Баяғыдай тұрып говорящая голова, бүйтіп сөйлеп тұратын актерлар ешкімге қызық емес. Актер жан-жақты болу керек қой. Сол тұрғыдан алған кезде біраз кейінгі жастарға таңғалып қаламын. Бірақ бәрі емес, ішінде жақсы қозғала алатындар да бар. Енді біздің кезімізде болды. Біздің кезімізде де болды. Ағаштар. Ағаш кәдімгі қопал бүйтіп қозғаламайтын. Бірақ үйренді, үйтті бүйтті. Бірақ театрға енді мен ойлаймын, 100-ден жүйрік мыңнан тұлпарлар таңдалады ғой. Басқа дауысы бәрі әдемі, бірақ жаңағыдай или болмаса пластикасы жақсы, басқа жаққа ұқсап жатады деген. Актер деген бес аспап болу керек деп ойлаймын. Биі, несі, лажы болса спортпен шұғылдану керек, растяжкасы, современный танцы, модерн, контемпорари. Қазір бәрі бар ма? Модерн, контемпорари, степ, білмеймін енді. Таеквондоға барса, бокстан үйренсе, дзюдодан бір элементтер үйренсе, вокалдан, не лажы болса, гитара, домбыраны меңгеріп алса, актерлықтан дайындалса, рөліне бардым келдім, қалай болса солай емес, ізденсе, варианттарын көрсе, бір Гамлетті алса, Мел Гибсондікінде, Смоктуновскийдікінде қарап, Глобус театрындағы Гамлетті қарап, салыстырып, өзінің Гамлетін шығарып, осылай бір фанатизммен кіріп ізденсе, ол адамнан үлкен нәрсе шығады деп ойлаймын. Негізі солай болуы да тиіс. Жалпы сапа төмендеген жоқ. Сапа төмендеген жоқ деп ойлаймын. Деген үміт бар. Енді оны уақыт көрсетеді. Өйтіп жалпы бізден кейінгі поколениенің сапасы жақсырақ екен, я болмаса жаманырақ екен деп айтуға болмайды. Өйткені әр адам, біз штучный товармыз, актерлар. Біз академия бітіргенше біз один за всех и все за одного, театр коллективное искусство, театр начинается с вешалки деп бізге үйретеді. Бәріміз курс деп бітіреміз. Бітіргеннен кейін бәріміз штучный товармыз. Кастингке барасың, сен мясосын былайша айтқан кезде бірінші кастингте. Түрі қалай, бой қалай, бұты талтақ, бейт қарайды да пластикте. Все, рахмет, біз сізге хабарласамыз деп жібере салады. Былайша айтқанда актер мясо алдында тұрған, режиссердің да, кастинг директордың да. Одан кейін барып қаралады актердің ойнауы, сөз саптауы, тіл тазалығы, анау одан кейін басталады. Демек біз штучный товармыз. Демек сенің бизнес жасасаң, сенің сататын товарың сенің өзің. Оған сәйкес сен де сондай болуың керек. Жалпы, қанша грубо естілсе де амал жоқ солай. Енді негізі өнер академиясында шын айту керек қой, актер мамандығына түсу деген талапкерлер қырған келеді екен көп. Оның үстіне гранттың өзі түрі анау деген секілді ғой енді. Бірақ енді актерлардың саны шынымен де көп, бірақ енді оның барлығы бірде театрға орналаса бермейді ғой. Енді жақында кездесу болды. Ералы Тоғжанов ол кезде қазір Ақтөбенің облысының әкімі, ол кезде бір 2 ай болды ғой. Ол кезде премьер-министрдің орынбасары. Кездесу Алматы жастарының элитасымен кездесу болады деп сөйтіп шақырды, бардым. Сол кезде осы мәселені қозғадым, бүкілінің алдында айтайын. Қозғадым, айтылды. Ол кісі өзіне түртіп алды. Айлық өте нашар дедім. Нашар. Бізде бір актер, театрымыздың геройы. Мәкесізбен жолдан түсіп қалсам деді. Хорошо, отыр, конечно, спектакльден шыққам. Апара жатып, мына жерде тұрасың ба, молодец. Қанша болып отыр дедім, мен енді квартирада тұрмағалы уақыт біз. Ой, күшті, осы жерден күшті таптым 160 мыңға дейді. Однокомнатный дейді. Ол бала былтыр үйленді, қазір бөпесі бар. Бөпелі болды жақын. Мен айтам, мәссаған, айлық 150 мың теңге. Биге 10 минутке шыққан үшін сол күн планеркіде оның айлығын қысқартып тастады. Бір 140-130-ға қысқартып тастаған шығар. Сол айлығын. Мен айтам, сен қалай жеткізіп жатсың деймін да. Ол 160 мың теңге квартплата. Ол қыста өседі ол. Отопление анау. Сосын сен баланың памперсі қайда? Сен тамақ жемейсің ба? Әрбір жүрмейсің ба? Ішіп жемің бар, жүріс-тұрысың бар, мәссаған. Деймін ғой. Не ол бала тойға шықпайды, тек театрда. Ол жас, оған болмайды шығуға, театр жібермейді оны.
сен че бесіктен белің шықпай жатып че зазвездел что ли деп айтады неше түрлі әңгімені театрда. Ол не істейді сонда, мен таңқалдым да, сен қалай тауып жатсың сонда? Білмеймін, Алла тағала өзі жеткізіп қояды дейді, білмеймін, бірдеңені бір съемка шығып қалады, бір 2 күндік үйтем бүйтем бір бәле қылып әйтеуір в тютюльку жеткізеді. Енді соны мен вице-премьерге айтамын да, сіздер не айтып отырсыздар деймін да, қайдағы сіздер енді өнер жайында мәдениет, халықты таныстыратын спорттан да негізгі мәселе болатын болса, герой театрда басты рөлді ойнап жүрген бауырымыз, ініміз академияны кеше бітірген, айлығы осындай, квартплата осындай. Сіз өзіңіз кішкене ойланып қойып, ол қалай табады? Сіздер көтерсеңіздер айлықты. Бұл хорошо Алматыда. Алматыда дубляж жасауға болады, студияға барасың, үйтесің, бүйтесің, астыңда машинаң болса таксовать етесің, әйтеуір бірдеңе қыласың. Облыс театрлар. О жақта не студиялар жоқ, не нелер жоқ. Мен мақтанғаным емес, ұстазым Тұңғышбай ағай Тоқаевтың қабылдауында болды, осы мәселені айтты, Тенгринюс бүкіл жаңалықтан шықты, 2 айдан кейін актерлардың айлығы көтерілді. Бәрі салды, Тоқаев молодец деп, менің ағайым ешкім айтқан жоқ. Негізі ол мәселені көтерген Тұңғышбай ағай. Бұл мәселе қозғалу керек, өйткені бүйтіп ертеге келсеңбеңіздер, театрда ақша жоқ, айлық аз. Андай күн астында қай орынға таласатын білмеймін, бір болмайтын нәрсеге бірін-бірі жұлып жеп жатқан адам көп театрда. Болмайтын айлықтың ішінде, бір ғимараттың ішіне кіріп алып қажет емес. Өз рөлін сапалы ойнап, сындырып тастау керек, болды, кету керек ақша табуға. Жұмыс жасау керек. Негізі актерлар бітіреді да, оның барлығы енді бірдей Мүсіреппен Әуезов театрына бара бермейді. Резиновый емес қой ол театр. Ала бермейді да. Енді осы жерде мынандай бір сұрақ туындайды да, Шам секілді жекелеген театрларға құруға көзқарасыңыз қалай деген? Көзқарасым, бұл менің баяғыдан бергі ойымда жүр. Дәл осындай самостоятельный работамен Геростраттан кейін біз Каин деген спектакль шығардық. Трансформа сахнасын театрында істедік. Мен ұйымдастыруға жоқ екенмін. Болды, профессионалдар келді, шын критиктар келді, ұстазым да болды. Енді Гордон Байронның великий шығармасы Каин деген. Бәрі мақтады. Красавчик деді. Құдайға шүкір, жақсы сөздер естідім. Комплименттер алдым. Бірақ бір-ақ рет ойналды болды. Ұйымдастыра алмадым. Бір-ақ рет ойналды. Соған қатысқан актерлардың басын қоса алмадым. Қайттан билет сатып үйтіп жоқ, ұйымдастыра алмай қойдым. Жоғалтып алдым спектакльді. Әйтпесе затеясы бәрі тағы да бәрі актер, бәрі режиссер, бәрі драматург болуы міндетті емес қой. Менеджер деген мамандықтар бар. Мен мынандай адамдар таппай қалдым, ұйымдастырып беріп, процентін алсын сол билеттен. Бәрін ұйымдастырып, инстаграмға салып, SMM таргет мәселесін сатырлатып істейтін. Бар шығар, мүмкін біз араласпайтын шығармыз ондайлармен. Мен таза ондай уақытым да жоқ, творчествоның ішінде мен рөлімді ойнаймын ба, ұйымдастыруды ойлаймын ба деп жүрген кезде осылай болды. Қоштар красавчики. Бірақ мен оны Каин істедім, істей алмай қалдым. Бірақ қазір үлкен әңгіме жүріп жатыр. Айтпай-ақ қойын, арық сөйлеп семіз шыққан жақсы. Бұйыртса, біздің ауылдан бір жақсы жаңалық шығып қалу керек, Алла қаласа. Бұл нәрсе жалпы Қазақстан осыған келеді. Мемлекеттік театрлар емес, осындай жекеленген театрлардың дәуіріне келеді. Бізде енді ауылда, ауданда Асқар Наймантаев ағамыз танисыз. Сол кісінің бастамасымен Қаратала театры құрылды. Бірақ былай айтсам, бір өкіметтен ешқандай қолдау болған жоқ. Облыс әкімдерінің ешқайсысы істеген жоқ. Жиналыс өткізді, Бақыт ағамыз Белгіхан, ол кісі де келді, біраз дүниелер болды да. Бірақ соған қарап ойлайсың да, неге өнер, мәдениет дейміз да, бірақ соған жанашыр адамдар тапшы ма, жоқ, олар көргісі келмей ма, жасағысы келмей ма? Ол қалай ол жалпы? Білмеймін, олардың ішіне кіріп шыққан жоқ. Қай облыста қандай бас жатқанда мен шаруам жоқ, шатағым жоқ, ешкімнен қолдау күтпеу керек. Өзіңе сен, өзіңді алып шығар. Ақылың еңбегімен екі жақтап дей ма, абай айтамыз? Болды, ешкімге сенбе. Жоқ. Өкіметтен де қолдау болады деп үміт арту. Ойбай, министр келіп маңдайымыздан сіз айтқан дүние ғой аға. Неде комнатта істеген бір өзіңіздің театрда бірге жұмыс істейтіндер. Бір комнатта тұрады 160 мың, өзінің айлығы 150 мың деген секілді. Енді ең болмаса да ол өнерге берілген адам болса, енді одан өкіметтен белгілі бір қолдау болу керек қой. Қолдаудың түрі ол айлық, басқа не болады? Енді сол жасалып жатқан дүниелердің барлығы сонда былай айтқанда жерге ұшты ма деген секілді дүниелерді әкелді. Енді ол бала фанат та. Фанат. Сонда да театрдан кетпей жүр. Ол қазір барсыншы басқа жерге.
тауып алады ғой жұмыс жоқ. Иә. Көп қой, тауып алады. Алматыда не көп, жұмыс көп, тауып алады. Бірақ жақсы көреді ғой театрды. Түсініп тұрсың ба? Иә. Мен де кейде қанша рет болды басымнан. Театрдың 2-3 айлығын табатын заказдан отказ беремін, потому что сол күнге спектакль қойып тастайды. Иә. Мен бір спектакль емес, барам да, салтанатты кешке барам да, 2-3 айлығын бірден алып тастайтын кездер бар. Амал жоқ, отказ бересің сен, өйткені түсінесің, бұл сенің кәсіби деңгейің, билет сатылып кетті, сахна, театр, әріптестер, коллектив, спектакль деген качествоның нәрсенің бәрін ойлайсың да, амал жоқ, рискке барасың. Всех денег не заработаешь деп өзіңді өзің успокоить етесің да кетесің. Ал бірақ шындықтың аты шындық. Мынау өнерге тазалық керек, өнерде өтірік болмау керек, өнерге шын берілу керек деген дүниелердің барлығында мысалы сіздің осы жасап жатқан дүниелер кей адамдар ойлауы мүмкін да, мен өнерге берілген адам, өнер менің бойымда бар деген секілді. Арасында анандай дүниелер болса, өнерге сатқындық деп қабылдамайсыз ба оны жалпы? Өнерге адалдық керек, өнерге тазалық керек. Жақсы актер болу үшін адам бірінші жақсы адам болу керек. Оның бәрін мен жоқ деп отқан жоқпын, оның бәрін бар. Бірақ кішкене көзді ашып қарау керек шындықты. Заман не болып жатыр? Балалар өсіп жатыр. Біздің заманымыз емес, бұлардың бір формасының өзі қанша тұрады. Құдай ау. Қандай мектепте оқытқың келеді, мектептің өзі қандай болып жатыр. Адам шындығына келгенде сен театрда жүріп істемейсің ғой. Жаңа сұрақ сол болды ғой, сол министрлерден сондай дүние болмай жатыр ғой деген секілді ше. Не істейсің? Оны айтқанмен олар оны болдырып жібермейді бәрін. Ол тіпті мүмкін ол министр ауыссын бәрі болмайды деген нәрсе. Мәселе министрде емес шығар. Мүмкін реально біздің экономикамыз көтермейді шығар. Театр актерларының айлығын 500 мыңға көтеріп тұрса, қолдарынан келмейді шығар. Мүмкін біздің экономикамыз, ақшамыз жетпейді шығар. Әйтпесе ақша көп қой, оның үшін басқа жаққа жұмсалып жатқан шығар. Жетпейді деген дүниеге де кішкене. Бір қаланың атын ауыстыру үшін бәленбай миллиард ақша бөлінеді екен, оларды жасай салады әйтеуір. Бірақ мен үшін күйетін нәрсесі бір үлкен бір өте лауазымды кісілердің бір болмайтын бір туған күн отырысына барып көремін да, мен примерно түсінемін, ана жердегі дастархандағы ақшаға бір ауылдың суын жүргізіп көшесіне асфальт төсеп тастауға болатын мен көремін де жүрегім ауырып кетеді. Но әркім өз үшін өзі жауап береді. Каждый біздің тиын тебеніміз үшін ақыретте жауап бар. Сұрақ болады, бізден жауап болады. Сол сияқты мен проблемамды істейсің де қоясың. Оның бәріне бас ауырта берсең, таусылып қаласың. Таусылып қаласың. Бірақ енді өнер адамдары уже көтеріп бұл нәрсе болды дегеніңіз келіп тұр ма сонда? Ары қарай айтпаймыз деген келіп тұр ма? Айтамыз, реті келетін жерде мен подкастта айтайын, пайда жоқ одан. Келді, вице-премьер келді, кездесуге шақырды, бардым, айттым, ол кісі өзіне түртіп алды. Пока өзгеріс болған жоқ. Ол кісі вице-премьерден ауысып қазір Ақтөбе облысының әкімі, мысалға. Болсын, болмасын, мені шақырды ғой, ну, типа, Алматы жастарының элитасы деп шақырды, өнерде жүрген жігіттердің ішінен деп. Шақырып барғаннан кейін мен айтуым керек. Өйткені жауапкершілік бар ма мойнымда? Ертең оны көрсін, көрмесін, мен Алланың алдында жауап беремін ба? Алматы жастарының өзім заман, жаңағы кешегі мен үйіне апарып тастаған баланың алдында мен жауапкершілігім бар ғой. Мен көзіммен көрдім, Алла тағала маған соны көрсетіп, естіртіп тұр ғой құлағым. Мен оны айтуым керек ол, болмай өйтіп айтпаса. Үндемей қоя салуға да, бірақ айтатын жерде айту керек. Мыжып әр жерде айта бергеннен пайда жоқ. Сіз жаңа айтып жатсыз, ұйымдастырылу жағынан жоқ екенмін деп. Бірақ та қателеспесем, режиссерлықты байқап көрсем дегенде бір сөзіңіз бар еді? Жоқ. Қазір ондай сөзім жоқ. Ондай сөзім болғанда емес, по-моему. Ұстаздықта болды. Дарья Елена Сергеевнаны қойып, вай, быт деп. Дипломды спектакльдері Аршат Хайролла, Шахмардандардың курсында. Өзіме қатты ұнады спектакль. Мен балалар сындырып тастады просто. Сындырып тастады. Ағай кеп көрді, біраз көрермен. Поклонда қошеметті көрсеңіздер, әуезовтің малы залында болды олар. Мені сойды бірақ. Комиссия алдында бытштым шығарды. Студент кезіңізде? Жоқ, мен мұғаліммін. Мұғалім кезіңізде? Жаспын уже біраз жылы, 7 жылды бұрын ғой, 7-8 жылды. Мен андай қалымда Елена Сергеевнаны білесіңдер, Разумовская кезінде запрет қойылған, енді опять драматургтерге күшті пьеса, сондай бірдеңе жазыңдар, психологический драма. Пожалуйста, с удовольствием ойнаймыз. Людмила Разумовскаяны қойдым, ол мұғалімнің орны жайындағы, енді былай болатын. Сахнада пушка бір орындыққа түсіп тұрады да, басында. Мұғалім Елена Сергеевна шықпай тұрып, закадровый текст кетеді. Татьяна Касымовна, Шолпан Жандарбекова, Хадиша Бөкеева, Асқар Тоқпанов.
міне осы ұстаздардың орны әрдайым біздің жүрегіміздің төрінде болуы тиіс еді дейді да спектакль басталып кетеді. Спектакль басталады, мұғалімнің үйіне 4 оқушысы келеді, қоғамықты үйтеді бүйтеді, ең соңында бачын шығарады ғой мұғалімдер. Мұғалімнің математика мұғалімі үйленсе ең соңында мұғалім суицид жасайды. Шок болады өзінің тәрбиелеген оқушыларына. Үйтеді бүйтеді, соңында ешқандай ЗКТ жоқ, там жоқ, спектакль бітеді. Что-то я Тим хотел сказать. Анау да мынау. Я сказал, все, болды, мен спектакльмен айтып тастадым айтатын нәрсе. Дедім. Анау мынау тиісті қазір аттарын айтпай қояйын. По-моему, бір соның сөйтіп ұрысқандардың біреуі түрмеде отыр ғой деймін, по-моему, қазір. Что-то я Тим хотел сказать, анау мынау вообще самодеятельность, беспонтовый спектакль, анау сағымды сындырып жіберіп жаздады менің. Мен ойладым, это не мое деп. Педагогика, актер шеберлігіне менікі емес деп ойладым. Сағым сынып қала жаздады. Тұрғызып алған бір жандарға рахмет, Алла разы болсын. Мә, шынымен менікі емес шығар деп. Жоқ, хорошо, мен видеоға түсіріп алдым ғой. Видеоға түсіріп алдым. Ойдан еліктен өткізсем, вроде күшті ойнаған сияқты. Мен бір сөз айтсам бола ма дедім сол абсолютно. Болмайды деді. Мен айтайын дегем, а че өтірік па дегім келді. Өтірік па? Қайда Татьяна Касымовалардың, Хадиша апалардың қойып кеткен актерлік мектебі қайда? Қазір блатпен аласыңдар академия. Баяғыда қалай таласатын, қалай әділ болатын ол кісілер қандай отбормен таңдайтын, қазір не академия деп. Сол кезде айтқым келді мен. Беттерін айтып айтып шығаршы. Итак шығып кеттім содан кейін өзі. Құрсыншы деп. Сол дүниеден кейін шығып кеттім. Жоқ, одан кейін емес, одан кейін оқу жылында бір күздің кезінде бір инцидент болды. Маған түк қатысы жоқ. Мен студенттерге ренжіп кетіп қалдым. Мынандай да мәселе. Сосын кейін магистратура оқыдым ғой. Магистратура режиссура мамандығына Тұранда оқыдым, грантта оқыдым. Құдайға шүкір бітіріп шықтым. Сол жерде үлкен нелер бар, киновед, театроведтер бар. Солардың талқылауына айтты, кино түсіріп келіңдерші, или өздерің түсірген киноны алып келіңдер, как режиссер ретінде біз талқылайық. Мен айттым, режиссурадан мен енді кино түсірмеймін, театрдан қойған бір постановкам бар, соның видеосын алып келсем. Келдік, бүкіл курс көрді, талқыладық. Керемет сөздер естідім. Вам надо продолжать, вам надо ставить деп апайым. Керемет пожеланиялар айтты. Мен сол кезде окончательно түсіндім. Опа, действительно менің балаларым сындырып тастаған екен. Оказывается, ана спектакль бомба болған екен деген ой келді. Сөйтсем, адамның саған сындыру үшін жақсы нәрселерді жаман деп айта береді екен бізде. Ешкімнің сөзіне сенудің қажеті жоқ. Сенетін адамдарың болады. Реально солардың несін тыңдау керек. Жалпы анау ұстаздық жайлы тағы бір сұрақ қойғым келіп тұр да. Енді сіз ұстаздыққа ораламын дедіңіз. Бұйырса. Иә. Сонда қазір сол салаға дайындалып жүрсіз ба? Дайындық үстіндесіз ба? Қалай ол? Күнде дайындықтан. Күнде менің жүрген жүрсім, әр спектакльге репетициям, дайындығым, оның бәрі ұстаздық етуге дайындық. Бірақ кезіндегі ұстаздық еткеніңіз сонда дайындықсыз болды ма? Солай да болған шығар, ол сол кездегі өзімнің тәжірибем. Мен сол кезде енді 7 жыл оқығаным бар, 7 жылда ойнаған қаншама отрывок, қаншама спектакльдерім бар, дипломный спектакль болсын. Студент кезіміздегі біздің самостоятельный спектакльдер болды, мюзиклдар қойдық, Кореяға бардық студент кезімізде, Гамлет пен Москваға бардық. Одан бөлек жеке өзім Чеховтың конкурсына бардым, конкурс Чтецовқа 2011 жыл. Сондайлардың бәріне білмеймін енді өзімнің алған тәжірибем бойынша айттым. Вроде жаман болған жоқ. Қазір да бергім келеді. Қолымнан келеді, кейде бүйтіп қол ұшып тұрамын, ей деп өзім тоқта. Мен қазір оған дайын емеспін деген сөздіктен емес, мен просто уақытым жоқ. Әйтпесе қазір-ақ кіріскім келеді. Просто қол босамай тұр. Жақсы жауап негізі. Ұстаздық еткен негізі жалпы өте керемет ғой. Енді қорытындылайық болды осымен. Қорытындылайық. Осындай жиі кездесулер өтсін. Бізден анау алғашқы шығарылым подкаст қана емес. Академияда студенттермен давайте. Біз білмейміз бізден кейін қандай поколение келе жатқан. Не ойлайды. Может, проблема бар шығар қандай да бір. Жоқ, мынандай нәрсе ғой, кей адамдар академия үшін, мен академияға жай академияның атағы үшін түсемін деп келеді біреулер таза, мысалы мен көп, мен енді өзім ауылда оқып жүрген кезде қатты армандадым да, бірақ кей адамдардың мен қарасам кәдімгідей не істейді. Мен негізі мына мамандыққа емес, мен ана мамандыққа келіп едім. Мен негізі эстрадаға келіп амал жоқ. Эстрадаға түсе салдым. Ондай адамдар көп. Өзімізде де көп болды. Болады актерлықта, жоқ мен актер болмаймын, әнші боламын мен дейді. Не істеп жүрсің Құдай біреудің орнын алып.
не істеп жүрсің сен? Негізі қай нәрсеге бейімің бар, сол нәрсеге бару дұрыс. Бірақ енді оған да бір шыдамдылық пен төзімділік, құштарлық, махаббат керек шығар. Ашық айтып жатқаным сол ғой. Ана театр деген деп өтірік алдағым келмейді. Ақшасына қарамаңдар деп. Жоқ, өмір шындық, бәрібір шындық ол алдынан шығады. Ашығын айту керек. Лажы болса кету керек. Күшті мамандықтар бар. Рәм осынсыз, ойбай, мен театрда спектакль ойнамасам, мен кислородым жетіспей өліп қалам дейтін болмасам, онда кету керек. Бірақ негізі ондай адамдар да бар ғой жалпы. Қандай? Кәдімгі театрға берілген, мен сондайдың біреуі мен спектакль ойнамасам, мен ауырып қаламын. Әйтпесе баяғыда кетіп қалар қолымды бір-ақ сілтеп, шынымды айтамын. Орта жолда кетіп қалғандар, олар мен түсінемін да ертең ауыратынымды. Ауырып, мен ғашық емес деп те айтуға болмайды. Просто мен дерттімін. Шалдыққам ол дертке, одан айығу қиын. Мен ауырып қалғам, спектакль ойнамасам, мен уже ломка басталады ішімде. Түсініп тұрсың анандай. Сол сияқты нәрсе ғой. Ал егер ондай болмаса, ондай ол қылмыс емес. А может реально ол адамның, ол қазіргі студенттің, может ол театрсыз спокойно өмір сүре беретін шығар. Зачем оны қинап, өз-өзінің уақытын құртып, біреудің орнын алып, біреудің орнын қойшы, өзін сыйлайтын адам өзінің уақытын сыйлау керек қой. Алтындай уақытын жастық шағы кетіп бара жатыр да. Оның барлығын құртқанша, давай бизнесті оқы, или көп қой мамандық. Мамандық өзің ақша табатын басқа да нәрселеріңді істе. Егер бұл сенікі болмаса, спокойно, ол это не проблема, ондай кім қателеспейді, уақытылы алып кету керек. Или қалатын адам до конца қалу керек та сындырып тастау керек. Жасау керек. Сондай нәрсе. Сол үшін мен айтып жатқаным мынандай, біз білмейміз жақсы қазіргі поколениені біз білмейміз. Тырысамыз диплом спектакльдерді қалдырмауға. Может, осында бір дөңгелек үстелдер өтеді, ешқандай видеосыз, дымсыз, официальный дым жоқ. Сөздің фильтрден өтпейтін жерлер болады. Сондай бір бірдеңелер болады. Может, отырып сөйлесейік. Мүмкін бар шығар балалар, мен мынандай пьесам бар, кімге қай жерде қалай ұсынатынын білмеймін дейтін. Біз с удовольствием ойнағымыз келіп жүр мысалы. Может, бір как-то солай ортадағы барьерді алып тастау керек. Спокойно, бір кешкі уақытта алып, кездесіп, шай пәйіміз ішіп отырып, осылай бірдеңелер талқылап, бір күшті нәтижелер шығаруға болады негізі. Бізде зәруміз жақсы материалға, жақсы драматургияға, қарапайым жақсы ұйымдастырушыларға, жақсы менеджерларға біз зәруміз. Жетіспейді. Слабое звено. Мобилография қазір қандай қажет жоқпыз онда. Ондай да жетіспейді. Түсінесіздер ме? Таныстықтың арқасында келетін нәрсе де. Сөйтіп сіздердің бізге, біздің сізге пайдамыз тиіп жатса күшті болады. Сол себепті де ритмға сәттілік тілеп, бұйырса алда үлкен бастама жобалар басталсын деп ниет білдіремін. Рахмет. Сізде қолдайтын адамдардың барында шыны керек, біз жасаймыз ғой. Өзіміз үшін жасаймыз. Тауға барып тастаймыз деп айтпаймын мен. Қолдан келгенше, может. Енді көрген тәжірибелеріңізбен бөліссеңіздер, ол бізге де кәдімгі жақсы ғой. Конечно. Рахмет. Сіздерге рахмет, сәттілік. Мен үшін бұл өте үлкен мәртебе, білмеймін не айтмай қойғанмын. Мен барынша шынайы болуға тырыстым, жасандылықсыз. Барынша шынайы болуға тырыстым. Алла жар болсын, сәттілік баршаңызға. Келгеніңізге қуаныштымыз. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.